саламатсыздарбы достар, сіздер мен Спорт Мастер каналы. Бүгінгі видеода үй-жайларында арқа бұлшықеттерін алған жаттығуларды көрсететін боламын. Достар, маған көп сұрақтар қойылып жатыр. Арқа бұлшықеттерін қалай үй-жайларында шығаруға болады деп. Бүгін сол сұрақтарға сіздерге жауап беретін боламын. Достар, видео бастамас бұрын арнаға жазып, лайк басып кетеміз. Ал енді видеомызды бастаймыз. Достар, бірінші жаттығу полотенце тартамыз. Бұл жаттығу арқаңызды өте жақсы нагрузка түсіреді. Аяғымызды былай көтеріп тұрамыз, нагрузка алып тұрады. Тартамыз. Кеудемен тартамыз. Достар, видеода көріп тұрған жаттығу арқаңызға өте жақсы нагрузка түсіреді. Яғни видеодағыдай 4-5 подход 15 рет істесеңіздер болады. Достар, екінші жаттығу. Достар, арқаға екінші жаттығу бүйтіп істейміз. Қолын бұлайғаныз. Бұл жаттығуды арқаңыз сезінуіңіз керек. Достар, видеода көріп тұрған жаттығу арқаңыздың ортаңғы бөлігі мен крыльяңызға өте жақсы нагрузка түсіреді. Бұл жаттығуда да 5-6 подход 15-ден 20-дан істесеңіздер болады. Пайдасын тигізеді деген ойдамын. Достар, біздің үшінші жаттығуымыз арқаның астының бөлігіне арналған жаттығу. Яғни бүйтеміз. Бұдан 4-5 подход 15-ден істесеңіздер болады. Бұл жаттығу арқаңыздың астының бөлігіне жақсы нагрузка түсіреді. Яғни арқаңыздың астының бөлігін қатайтады. Достар, біздің төртінші жаттығуымыз бүйтіп орындыққа жатамыз, бүйтіп істейміз. Бұдан 4-5 подход 15-ден 20-дан істесеңіздер болады. Біздің 5-ші жаттығу гантель или 5 литр бутылканы аламыз да арқамызға былай тартамыз. Бұл сіздің крыльяңызды шығарады. Екі жаққа кезек-кезек тартамыз. Видеода көріп тұрған жаттығу крыльяңызға өте жақсы нагрузка түсіреді. Яғни екі қолға кезек-кезекпен 15-20-дан жасасаңыздар болады. Достар, бүгін біздің видеомыз аяқталды.
Бұл жаттығу сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.